Сәлем достар, мен сіздерге бүгін бала туғанда қалай күшену керек, сол туралы айтатын боламын. Бала туардың алдында тола қатты қысқан кезде ең алдымен өзіңізге бір блок су дайындап алыңыз. Себебі жаңағы бала туатын жеріміз ашыла бастаған кезде, тола қатты қысқан сайын ол ашыла бастайды ғой, сол кезде біз іштен жегеніміздің бәрін құсып тастаймыз. Күшіміз қалмай қалады. Көбісі айтады, шоколад жеп ал деп. Шоколад жеп алсаңыз да жақсы, шоколад жеп алсаңыз, құсып қоймасаңыз оны да. Шоколад кішкене күш береді. Сол себепті тола қысса да, осы туып қаламау деген уақытта жақсылап тойып тамақ жеп алған жақсы. Себебі ол да күшке керек. Одан кейін сол тола қысқан кезде сол шоколадта бәрін құсып қойсаңыз, бір блок алдын ала су дайындап алыңыз. Ештеңе шамаңыз жемей бәрін құсып тастаған күннің өзінде су ішсеңіз, еш болмаса демалуға күшіңіз қалады. Бір блок суды ол перзентханаға кіргіздіре береді де. Бір блок су туып жатқан кезде де акушеркаға ұстатып қойсаңыз, қасыңызда медсестра болады, онысы дола болса дола алып кіресіз. Қазір енді карантин жағында ешкім алып кіргіздіре бермейді көбіне көп. Бір блок су алып бер десеңіз, алып беріп тұрады. Сол кезде жаңа демалу барысында су ішіп тұрсаңыз да сізге күш береді туып жатқан кезде. Сол суыңызды ішіп жатып, жаңағы демалып, ішке қарай жібереміз ғой, енді демнің бәрін бала туу барысында. Сол кезде тушься деп айтады, күшен деп айтады, бала туу кезінде. Сол кезде естеріңізде болсын, күшенген кезде көзге қарай, басқа қарай күшті жібермейміз деп біреулер күшенеді. Одан кейін сіздің көзіңіз көрмейтін болып кетеді. Себебі көздің жаңа тамырлары үзіліп кетеді да. Көптеген әйелдердің бала туғаннан кейін көз көрмей қалу сол себепті. Сондай жағдай болмас үшін жаңағы күшенген кезде біз ішке қарай жібереміз. Біз күштің бәрін көзге баспаймыз, ішке қарай, ішімізге қарай, баланы итеріп шығаруға қарай жібереміз күшіміздің барлығын. Турция дегенде ішімізге қарай күшеніп, басымызды бүйтіп алып, кішкене алға еңкейеміз ғой, бүйтіп алып, ішке қарай жіберіп, ішімізбен, күшіміздің бәрін ішімізге қарай жіберіп, баланы солай күшпен итеріп шығарамыз. Осындай күшті қайдан аламыз? Осындай күшті екіқабат кезіндегі жаңағы күтімнен. Екіқабат кезде күтім деген сөз азаннан кешке дейін жатып алу емес. Ол туралы мен видео жазған болатынмын. Соның ссылкасын қалдырып кетем. Содан қарап көрсеңіздер болады. Достар, бүгінгі айтайын деген сіздерге осы. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар, каналға жазылыңыздар, әлде сіздерге талай пайдалы, қызықты видеолар болмақ. Рахмет. Қалған ссылкаларды мен төменде қалдырып кетемін, видеоларын қарап көрсеңіздер болады.